әйелдермен қазір таксидеміз әлі жарты сағаттан кейін жол жүріп барамыз. Қарным ашты, тамақ ішіп келдім. Через 300 метров поверните направо. Canım. Bugün sizde kızınız rencitdi mi? Ренжітті. Rенжіп қалдыңыз ба? Сосын оны кешірдіңіз ба? Кешірдім, иә. Жаным мен сізді төртке түсіріп жатырмын. Сөйтесің. Жаным менің. Ерісін құрт ұстады ғой қызы осы жөнімнің. Оңбаған не қысыңыз? Іші күшті екен, е жаным мен? Қазір көреміз ары дальше көрші. Топыл ұнап маған. Лифтер әдем екен. Дейсін. Ал біз дайынбыз деп па? Мен дайын емеспін, әлі бетімді өшірген жоқпын, қазір өшіретін боламын. Осылай қазір қасымызда жалғыз емеспіз. Мейірім и Асылжан бүгін танысып отыр. Мен де Ізбасардың. Сіз тоже ЖБ тобында болдыңыз. Иә, ЖБ тобында болған. Ізбасар екеуі. Кішкентай кезде суреттен көріп күліп жатырмыз, короче. Көрсінші. Мәссаған. Представляете, осы екеуі, вот, осы кісілер. Мужик болып тұр қазір. Асылжанның әйелі Мейірім, өте әдемі. Сол, қазір бірге бәріміз осындай зонада отырмыз, вип зонасында. Күштері екен мынау, недавно ашылған. Я, келіңіздер, біліп кетемін деп тұрды келесі туристардың бірінде. Біз ар жақта парилкаға кіріп шықтық, сонымен тамамыз уже дайын, шашлық жеп жатыр, екі біздің. Негіз пола болады. Мен паста заказ бердім, Мейірім тоже шашлық жеп жатыр. Мен креветка жегім келді. Сол ас болсын барлықтарымызға. Жаным, шашыңыз бюро болып тұр. Красавчигім менің. Достар, сіздер білесіздер, мен сіздерге бір рет емес, бірнеше рет айтқан болатын Телеграм жайлы. Телеграм арқылы қалай ақша табуға болады, Телеграм бот деп айтайыншы, бір сөз айтқанда сіздерге түсінікті болу үшін. Маған көбісі дайректке жазады да, сіздің жаңағы біздің ақшамыз түспей жатыр, неге сіздерге ерте түседі, уже қанша болады дегендер. Сіздерге айтайын, оны негізі күту қажет. Бүкіл шарттарды толығымен орындап, потом бір аптада күту керексіздер. Ол жерде сіздер білмейтіндер бар араларыңызда. Сіздер подписка жасағандарың үшін 1000 теңге аласыздар, ал достарыңды шақыратын болсаңыздар 1600 теңге аласыздар. Сол үшін білмейтін жандар үшін мен қазір мына жерге ссылкасын қалдырып кетемін. Өтіп телеграм арқылы ақша тапсаңыздар болады. В общем, түрімді қараңыздар. Қып-қызыл кеткен, парилкаға кірдік. В общем, веникпен бірінші рет еще ұрғыздым. Негізі жақсы екен. Бетім ісіп кетті ғой резко, из-за чего не знаю. Ар жақта тамақтану болып жатыр. Әлде тамақ жеп жатырмыз. Күштер екен негізі, өзіміз випкада отырмыз, кайфуем. Парилка несің жаттым. Қаншасын жеп тастаған? Я бізге енші біразын жеп тастаған, енді ас болсын бұл. Солай. Ал біз шықтық. Күштеп душқа түсіп алдық, парына түсіп алдық. Өзіміздің випкасы күшті екен, жаным, жаным шашын сүртіп аттыр. Мейірім отыр, күшті. С легким паром күшті болды, мә, кайф. Келіп тұрға болады екен өстіп арасында. Ар жақта күйеуі не істеп жатыр? Асылжан, жаным, душқа түсіп жатыр. Жақта рестораны бар екен, күшті. Вот. Осында тамақтанып алуға болады. Біз жүрміз осы жерде қарап. Бұйырса тоже достарымызбен көп адам келуге болады екен. Көзім ұзап тұр, бірақ қарауға отырмыз енді. Ар жақта бат. Ей жаным. Все, біз кетіп жатырмыз, күштен алып. Шашын қараңыздар, шашын ұзына. Мейірімнің. Мен шашын ойнап болды ғой. Күшті. Біздің жігіттеріміз мына жақта. Күшті демалдық кәдімгідей. Вот, есі келсеңіздер болады. Томирис деген спа. Рахмет көп. Тағы да.
Мен жан мороженыйға жеріп ба түсінбедім. Сіз де мороженое жақсы көресіз ба? Мен қат жақсы көремін, бірақ қатыным үшін. Енді сен жақсы көресің. Очень сол кәджекасы жеңе отырмыз. Бүгін түске кәдімгідей бізде мороженый күні.